Мен Ақтау қаласы Насапқали Марабаев атындағы 7-ші мектеп-лицейдің 6-шы А сыныбында оқимын. Мектебіміздің ауласы таза, гүлзарларында түрлі гүлдер, көкөністер өседі. Ауламызға қарасан, көз тоймайды. Мұның барлығы үлкен еңбектің нәтижесі. Мектебіміздің алмасы таза, жап-жасыл желек болу үшін біз де еңбек етеміз. Иә, мектебіміз әдемі. Қалам да әдемі, таза болса екен деймін. Себебі мен қаламды жақсы көремін. Күнделікті өмірде біз қаламызды қалай ластайтынымызды байқамаймыз. Мысалы, сусын ішеміз, қауашағын лақтыра саламыз, чипстер жейміз, сыртында қағазды отырған жерімізде тастай саламыз. Бірде саябақта чипстер жеп, әдеттегідей қабығын орындыққа тастай салдым. Бір әже кетіп бара жатып, қабығын алып, қоқыс шелегіне тастады. Мен қатты ұялдым. Содан бері қоқыс тастамауға, жерде жатса жинап жүруге, жылыжайдағы көкөністерге күтім жасауға өз-өзіме уәде бердім. Қазіргі таңда өз уәдемде тұрып жүрмін. Қоқысты тастамаймын, жинап қоқыс шелегіне саламын. Достарыма да солай кеңес беремін. Таза қала сізден басталады деген осы деп түсінемін. Қаламызды таза ұстайық, қадірлі халқым. Сіздермен бірге болған Мергалиев Алихан.